Hi! Біз сіздермен өткен видеода, алдыңғы видеода артикльдерді, an артикльдерін қарастырғанбыз. Сол жерде біз айттық, an артикльдерін біз саналатын зат есімнің алдына және жекеше түрдегі зат есімнің алдына қолданамыз дедік. Ал егер зат есім саналмайтын болса не істейміз? Немесе зат есім көпше түрде тұрса, біз оған не істейміз? Біз оның алдына артикльдер қолдана алмаймыз. Бірақ оның алдына міндетті түрде біз бір сөз қоюымыз керек. Оның алды бос бола алмайды. Сондықтан біз осы жерге some деген қосымшаны қоямыз. Some қосымшасы бізде кейбір, бірнеше деп аударылады. Бірақ сөйлемде келген кезде біз ол сөзді көбінесе аудармаймыз. Some қосымшасын біз көпше түрде тұрған саналатын зат есімдердің алдына қолдана аламыз. Some apples, бірнеше алмалар, кейбір алмалар. Some books, some tomatoes. Немесе some'ды біз саналмайтын зат есімдердің алдына қоямыз. Some sugar, some water. Бірнеше қант, бірнеше су деп аударылмайды, иә? Бұл жерде тек қана қант, су деп аударамыз. Яғни some'ды мүлде аудармаймыз. Тек қантқа, суға назар аударамыз, иә? Some sugar, some water, some coffee, some soup. Енді тағы бір ереже. Some болымсыз және сұраулы сөйлемдерде any'ге айналып кетеді. Some мен any зат есімнің алдында тұрады. Енді мысалдар келтірейік. There are some chairs in our room. Біздің бөлмемізде бірнеше орындықтар бар. Енді осы сөйлемнен болымсыз сөйлем жасасақ, біз some'ды any'ге алмастырамыз. Яғни, there are not any chairs in our room. Біздің бөлмеде орындықтар мүлде жоқ. Яғни, any мен not қосымшасын қосқан кезде біз мүлде жоқ деген аударманы аламыз. Және сұраулы сөйлем. Are there any chairs in our room? Біздің бөлмеде орындықтар бар ма? Деген сөйлем. Бұл жерде біз сұраулы сөйлемде any'ді аударып тұрған жоқпыз. Болымсыз сөйлемде not қосылған any бізге мүлде жоқ деген ұғымды беріп тұр. Болымды сөйлемде бұл жерде бірнеше орындықтар бар дегенді білдіріп тұр. Тағы да мысалдар келтірейік. Did you buy any tea? Сен шай сатып алдың ба? We didn't buy any tea. Біз шай сатып алған жоқпыз. Біз шай мүлде сатып алмадық деген сөйлем.